Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Азиза, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтың пайдасы туралы бірге білетін боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатын халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де өте көп екен. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушылар да аз. Жалпы асқабақ қандай да өсімдік, қазақ жеріне ол қайдан әкелінді, оны қандай ауруларға пайдалануға болады, құрамында нендей дәрумендер бар, бұл жөнінде де нақты деректерді табу өте қиын. Асқабақ тұқымдастарына жататын бір және көп жылдық шөптесін қолдан өсірілетін өсімдік, усыз дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда, мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнінде 40% май бар екен. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар куркурбитацин заты табылады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс-жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола мың бір ауруға ем. Көру нашарлығында, қаназдық, артық салмақтан, тағы да басқа арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды. Өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ мәйегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамыры аурулары, гипертония, зат алмасудан қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, шек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стақан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді, өйткені үйде сақталуы қиын. Минералдар, тұздары мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3, қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмегі зор. Несеп айдаушы қабынуға қарсы өт айдап, паразиттерді құртатын асқабақтың нағыз өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақтың арықтауға болатын емі де бар. Ас қорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазартады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларда 60%-ға дейін линолды қышқылдан және 15% шамасында линолен қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына өте бай. Асқабақ шырынын балға қосып, жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп, тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айнығанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары, асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стақан шырыны мен қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда үкіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сары ауру дертіне 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметті жақсарады, әрі пайдалы. Шектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болуы керек. Дайын кезде тұнбаны күніне 4 рет
4 реттен астан 20 минут бұрын жарты стақан ішеді 20 күн. 1 айдан кейін қайтадан жалғасады. Шектегі паразиттен ең тиімді тәсілі қабығы ашылған дәнін аш қарынға жеу керек. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 килограмм тазаланған асқабақ дәнін шикісін ет тартқыштан өткізіп 1 стақан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалғанын тоңазытқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жібереді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған буға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып 3 стақаннан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағаттан тұндырады. Кешке қарай ішкен жөн. Ақпарат пайдалы болса, лайк баса кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.